Сәлем достар, сіздермен бірге Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода біз өз дронымызға камера орнатып ұшыратын боламыз. Ендеше лайкты аямай, арнаға тіркеліп, және де менің жаңадан шыққан видеоларымды алғашқы болып көру үшін видео астындағы қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ендеше бастаймыз. Міне достар, көптен күткен тапсырыстарым Қытайдан келді. Яғни маған дронға арналған батарейка және де дронның FPV камерасы. Бірақ өзім сатып алған камерадан бұрын маған бір аға өз камерасын берген болатын. Достар, біз дронға FPV камера алуға келдік. Оны маған Дәурен деген ағам сыйлыққа беріп жатыр. Және де сіздерге каналын қалдырып кететін боламын. Каналда дрон жайлы видеолар өте көп. Сол ағаның каналынан сіздер менің дронның қалай күшті мүмкіндікке ұшатынын көре аласыздар. Міне достар, маған өзім сатып алған камера келмей тұрып, осы аға осы өзінің камерасын берген болатын. Ал енді дроныңызға камера орнататын болсақ, бізге камера видеопередатчик және видеопередатчик арқылы антеннаға барады. Антенна шлеммен связь жасайды, яғни байланыс жасайды. Мен дронның бірінші бөлімінде сіздерге осы шлемді ашып көрсеткен болатынмын. Ал қазірше бірден сіздерге қысқаша түсіндіре кетейін. Шлемнің артында арнайы басқа орнататын резеңкесі болады. Және де ішінде луп арқылы экранды кішкене кинотеатр секілді көрсетеді. Ол өте керемет. Және де достар, дронның платаларын ұстап тұратын ұстағыштарды бұл видеода өзгертетін боламыз. Яғни алдыңғы видеода мен өзінің дронға арналған ұстағыштарын орнатқан болатын. Ол өте нәзік екен, яғни бір құлағаннан сынып кетті. Сол кезде маған Абай деген досым өз кеңестерін айтты. Яғни бағанағы пластмастардың орнына құрылыс дүкенінен дәл осындай болттарды сатып алып, ортасына резеңке арқылы платаларды орнатсаң, ол сынбайды және де өте нық орналасады деді. Ол досымның кеңесін орындадым және де маған өте қатты ұнады. Шынымды айтсам, ол бала дрон жайлы өте көп көмектесті. Егер де сіздердің де сұрақтарыңыз болса, ол баланың инстаграмын видео астына қалдырып кететін боламын. Сол Абай деген досымның инстаграмынан сіздер өте қызықты дронмен түсірілген видеолар көре аласыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, сол баланың дайректіне жазыңыздар, ол қуана жауап беретін болады. Және де достар, сіздерден маған тек қана қолдау керек болады. Яғни арнаға тіркеліп, лайк басып және де комментарийға өз ойларыңызды аямаңыздар. Ең бастысы видео астындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Яғни менің шыққан видеоларымда алғашқы болып сіздер көретін боласыздар. Мен өз видеоларымның рекомендацияға шығып кеткенін қалаймын. Себебі басқа адамдарға, яғни қарапайым мастерді білмейтін адамдарға өз видеоларымды көрсеткім келеді. Солай әр баланың ішінде жатқан қызығушылықты ашқым келеді. Және де басты мақсатым қазақстандық контентті дамыту. Ал дронымызға оралатын болсақ, біз платаларымыздың арасындағы бекіткішті орнаттық. Байқасаңыздар, бұрандамызды бұраған сайын резеңкеміз жиырылып өз орнына орнығып жатыр. Міне достар, алдыңғы пластмас бекіткіштермен мына өзіміздің қолдан жасаған бекіткішті салыстыратын болсақ, қолдан жасаған бекіткіш 1000 есе артық. Келесі кезек бізде видеопередатчикті орнату керек. Яғни камера мен видеопередатчикті өз платамызға орнататын боламыз. Және де схеманы сіздер
сай келді десем де болады. Және де пластмасқа болттарды орнатып, оның келесі бетіне жаңағы платадан артылып қалған пластмастарды бекітіп жібереміз. Барлығы пластмас болып кетті. Біз істеген конструкция өте жақсы жұмыс жасады. Дәл ойымдағыдай болды. Келесі кезекте мен кез келген бір пластмасты алып, дәл осындай антеннаға орнататын ұстағыш жасадым. Бұл затты көп адам түсінбеуі мүмкін. Бұл зат GoPro камерасын ұстап тұратын бекіткіш. Мен бұны GoPro камера жоқ болса да сатып алдым, яғни артықтық етпейді. Себебі GoPro камераны кез келген уақытта алып қалуы мүмкін. Сол үшін мен дронға орнатып қоя саламын. Келесі кезек дронымыздың аяғын жасау керек. Оған дәл осындай мочалка секілді бір материалды алып, 4 бөлшек кесіп алып дронның астыңғы бөлігіне жабыстырма арқылы жабыстырып шықтым. Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша дрон өте тиімді, өте керемет болып шыққан секілді. Міне достар, мен өз уәдемде тұрдым. 10 000 подписчикке жететін болсам, мен сіздерге дрон жасап көрсетемін дегенмін. Менде 16 000 подписчик, дәл осы дронды жасап біттім. Келесі кезекте біздегі басты мақсат 36 000 подписчик. 36 000 подписчикке жеткен кезде өте керемет техника жасайтын боламын. Яғни дроннан да керемет болатынына сенімдімін. Сондықтан 36 000 подписчикке жеткенше сіздерге сәттілік. Және де сіздерге осы уақытқа дейін орындалған қызықты бір оқиғадан бөлісіп кетейін. Яғни бұл камера келмей тұрып, маған Дәурен деген аға өзінің камерасын берген болатын. Жаңа видео басында айтып кеттім. Сол камераны алып мен шыдамсызданып түнде ұшырдым. Нәтижесінде дәл осындай жағдай орын алды. Достар, менде өте қызық және сабақ болатын жайт орындалды. Бірінші камера орнаттым, сөйтіп шыдамсыздан көшеге шығып дронымды ұшырдым. Есесіне менде мынандай нәтиже пайда болды. Мынау сынған, мыналардың бәрі босап, болттар жоғалған, мына жерлері майысқан, аккумулятор бейшара дымы қалмаған. Моторлар аман, платалар аман. Ең бастысы қосылып тұр. Мына бейшара антенна бірінші неден ұшырғаннан сынды. Ал достар, дронды жасап біттік, енді оны тексеруіміз керек. Достар, қазір қаланың орталық стадионына келдік. Енді дронды ұшыратын боламыз осы жерде. Ең алғашқы рет бөлемегіміз. Мына жерде отырып, енді поляны дронмен көретін боламыз. Заттардың бәрін сумқаға сыйдырдық. Пультымыз дайын, дронымыз да дайын, қанаттары. Және очкиіміз, енді антенна орнататын боламыз. Кеттік. Достар, осыған дейін мен біраз дайындалдым, видео ұшырып. Бірден бұлай ұшыратын болып кеттім. Басында 2 рет құлап дронымды қолмен сындырып алдым. Сіздерге кеңес осындай шөп бар, поля сияқты жерлерде үйреніңіздер, әйтпесе точно сындырасыздар дронды. Себебі бұндай дронды үйрену өте қиын. Әрине, мына жерде FPV камера тұр, содан кейін качество нашар болады. Бірақ басқару
ұшыра келе оңайланып кетеді. Сол себепті бұған жақында GoPro алатын боламын, оның качествосы енді тіптен керемет болады. Достар, қазір досымның реакциясын көретін боламыз. Ашкес тағып отыр. Мен дронды ұстадым болды. Дайсың ба? Бірінші батарейка бітті, енді екінші батарейкамен тексеретін боламыз. Осы мына жерде адам артынан еріп көреміз. Қиын адам артынан еріп. Енді үйреніп жатқан соң. Қыздар жатса қыздарды түсіріп отыр. Аналар эмоциясы жоқ болғанша. Күліп отыр. Ой, Сатып тағыларыз. Дронды плотно құлаттық. Себебі аккумулятордың заряды бітіп қалды. Және өзімді жобалап білмей қалдым. Енді көреміз бір жері сынды ма, сынбады ма, цементке плотно құлады енді. Шиқылдап жатыр. Новый қанаттармен ұшырған болатынбыз. Еш нәрсе болмаған, по-моему. Міне. Бәсе астында бір несі жоқ. Қоятын оны қолдан жасаған болатынмын. Олайша барлық жер аман, бірақ аккумулятор қызып кеткен. Достар, болды, біз қайтып жатырмыз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және мынау маған ең көп көмек тиген досыма инстаграмына кіріп өтіп кетіңіздер. Бұның инстаграмында қызық. Сау болыңыздар.